қол аяғым дірілдеп прям қорқып қалдым ше. Бірінші рет көруіміз Алматыға қанша жыл болса да енді кішкентай балды бір-екі жүйеліні көретін біз. Қазір енді көзім ілінбейді, енді ұйқым бәрі ашылып кетті. Аяқ асты бәсе ойлап қоямын, мен жүрімді әрі-бері. Күйеуім жатыр кроватта. Күйеуім айдан басым айналып жатыр деп. Содан қоймаймын бір кезде сөлгім кеткен кезде құзды ұстап алып, адам өзі сасқалақтап не істерін білмей шықтық деп ше. Аллаға шүкір деп жатырмын, осындай жер үйде тұратынымызға да. Қаладағылар не істеп жатыр? Олар да енді бәрі жан-жаққа қашып жатыр. Қазір сағат 3:30, 5:30 ортасында тағы болады деп жатыр. Енді Алла сақтасын, болмай-ақ та қойсын. Бәрімізге Алла түн тыныштығын берсін. Болмай-ақ та қойсын, біз оны күтіп те отқан жоқпыз. Енді жүрегім дүр-сілкін жаман болып отырмын, шыны керек ше. Енді Алла амандығын берсін. Қаладағылардың бәрі, Алматының ішіндегілердің бәрі сыртқа қашып жатыр дейді. Әйтеуір видеодан көріп отырмын қазір бәрі жерден. Енді Аллам тыныштығын берсін деймін. Болмай-ақ та қойсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсыншы. Ең басты қазір тілейтініміз. Қазір мен көзім ілінбей де отыр. Қазір балаларым ұйықтап жатыр. Даже өзім киініп дайын отырмын.